Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Біз Қошмамбет ауылындағы жайлы мектеп бүгін алғашқы подкастымызды бастағалы отырмыз. Бүгін бізде қонақта еліміздің білім беру саласына өз үлесін қосып жүрген ұлттық лицей директоры Ұлтжанды Ахметжан Аятжан мырза болады. Қош келдіңіз, Аятжан мырза. Қош көрдік. Бүгін бізге білім, тәрбие және өмір философиясы жайында бірге әңгіме өрбітетін боламыз. Жалпы хәл жағдайыңыз қалай? Шүкір, Алла деп, жақсымыз. Қазіргі таңда қандай жаңалықтар болып жатыр, немен айналысып жатсыз? Қазіргі таңда Қазбілім ұлттық лицейлері, жалпы Қазбілім групп компаниясының жұмыстары 6 бағытта жұмыс жасайды. Соның бір бағыты лицейлер, енді білетін ұлттық мектептер желісі. Оның сыртында Қазбілім баспасы бар, Қазбілім орталығы бар. Жалпы сол жобаны 11 жылдан бері қарай жүргізіп келе жатырмыз. Биыл 12-ші жылға аяқ басып жатыр. Сол жобамен айналысып жүрміз. Жобаңызға сәттілік мырза. Ендеше біз бүгінгі сізге дайындаған сұрақтарымызды бастасақ, сіздің ұстаздық жолына келуіңізге қандай себеп болды? Менің ұстаздық енді мектепте оқып жүрген кезде қатты армандадым ұстаз болуды. Енді кішкентай кезімізде енді белсенді болып, сыныптың топ басы болып жүргеннен кейін өзіміз мектепте мұғалімдер жоқ бола қалса, оқушыларға сабақ өтіп, сөйтіп қызық қылып ойнайтынбыз мектепте оқып жүрген кезде. Сол арманмен университетке түскен кезде мұғалімдікті өзім таңдап түстім. Бірақ университетке түскен кезде енді мен мектепте шетелде оқыған қазақпын. Сосын Қазақстанға келіп мұғалімдік мамандыққа түскен кезде мен жоғары балмен түстім. Сол кезде группаластарым бәрі таң қалды. Сен не істеп жүрсің мынандай жоғары балмен? Мұнай газға кетпедің ба? Деп енді химия таңдаған адам ретінде, технологияға кетпедің ба? Не істеп жүрсің мынандай балмен мұғалімдықта деп. Сол кезде мен таң қалдым. Кейін түсіндім мұғалімдік деген мамандықтың беделі жоқ екенін. Сосын мұғалім болмаймын ба дегенде көзқарас болды студент болып жүрген кезде. Айныдық. Бірақ 4-ші курста мен бір жұмыс іздеп жүріп, өзім келіншегіме жұмыс іздеп жүріп, өзіме жұмыс табылып қалды. Химия пәнінің мұғалімі ретінде бір мектеп қатты қалап шақырды. Сол үшін 4-ші курс студенті кезімде химия пәнінің мұғалімі ретінде мектепке жұмысқа тұрдым. Содан кейін бастап енді шыны керек қажеттіліктен жұмысқа тұрдым. Бірақ мектепке барған кезде баяғыдағы бала арманымды қайтадан таптым да, мен мұғалім боламын деп, одан бері енді қаншама басқа саладан ұсыныс түсті, бірақ жаратылысымыздан педагог болғаннан кейін сол педагогикалық салаға адал болып келе жатырмыз. Аятжан мырза, жаңа өзіңіз айта кеттіңіз ғой, бала кезден арманым болды деп. Осы бір арманыңызға себепкер болған ұстазыңыз болды ма? Енді көп болды деп айтуға болады. Енді мұғалім кішкентай кезімізден енді мектепте өте жақсы мұғалімдерден тәлім алдық. Математика мұғалім, химия мұғалім, әдебиет мұғалім деген сияқты. Енді мен 7-ші сыныпқа дейін ақын болам, жазушы болам деп ержеткен баламын. 8-ші сыныпқа келген кезде химия алғаш рет қосылған кезде химия мені жетектеп алып кетті. Соған бет бұрдыңыз ғой демек. Түсінікті. Содан кейін енді журналистикадан, басқа саладан қаншама ұсыныс болса да, химияға деген қызығушылық ең соңында химия ғылымдарының докторы болып шығарды. Өте керемет. Демек, мұғалімдеріңіздің де бір белгілі әсері болды. Өте керемет аға. Енді қазіргі білім жүйесіндегі неше түрлі қиындықтар бар ғой. Сізді қатты алаңдататын мәселе қандай? Білім жүйесіндегі ең қатты алаңдататын бұл білім жүйесінде жалпы жүйедегі тәрбие мәселесі. Біз тәрбие мәселесін ұранға, шоуға айландырып алдық. Тәрбие мәселесін бір әркім біреуге лақтыра салатын нәрсеге айналып кетті. Яғни ата-ана мектепке лақтырады, мектеп ата-анаға лақтырады. Мектепте тәрбиеге сынып жетекші мен тәрбие ісі жөніндегі орынбасар ғана жауапты сияқты көрінеді. Жалпы не білімді мысалы бағалайсыз, тақырыпты меңгермегендігін бағалайсыз, бірақ тәрбиені бағалай алмайсыз. Ал бағалай алмағаннан кейін де көп нәрсе басқаша. Қазіргі енді әлеуметтік желідегі мәселелер, жаға ұстатты жағдайлар, оның бәрі бүгінгі тәрбиенің әсері. Тіпті отбасындағы тәрбиенің әсері, қазақ отбасының баласының тілінің орысша шығуы, ағылшынша шығуы,
кішкентай балалардың қатыгездігі деген сияқты дүниелердің бәрі тәрбие мәселесі. Бұл тәрбие мәселесі мені қатты алаңдатады. Түсінікті аға. Енді мысалы қазіргі таңда балаларға ең басты білімнен бұрын не қажет деп ойлайсыз? Осы тәрбие мәселесі ме? Әрине, енді Әбу Насыр әл-Фарабидан ұлы емеспіз ғой, сол кісінің өзі айтады ғой, адамға біліммен бұрын тәрбие беру керек, тәрбиесі берілген білім адамзаттың қасы жауы деп. Сондықтан ол кісілерден артып ештеңе айта алмаймыз. Біз қоғамда оқушының, біз үш жұрты деп айтамыз, ұлттық мектепте оқушының үш жұртының тәрбиесін дұрыстау керек. Отбасы, қоғамның тәрбиесі, мектептің тәрбиесі. Иә, сөзіңізге толықтай келісем. Енді өзіңізге белгілі, біз ауылдық жерде сабақ беріледі, иә, мектептерде. Енді ауыл мен қала арасындағы алшақтықты қалай жақындатсақ болады? Қалай ойлайсыз? Ауыл мен қала арасындағы алшақтықты жақындау үшін ауыл мен қала жақындау керек. Даму тұрғысынан. Егер ауыл дамымаса, ауылдағы мектептің білім сапасы көтеріледі деп айту қиын. Себебі қай білім саласының бір мықты маманның айтқан сөзі бар. Білім сапасы ешқашан мұғалім сапасынан биік болмайды деп. Ал ауыл дамымаса, ауылға білікті маман бармайды. Білікті маман бармайтын жерде ол қандай мектеп салса да, қандай жабдықпен жабдықтаса да, ол білімнің сапасы маманның сапасынан биік болмайды. Сөзіңізбен толықтай келісемін. Тұшымды жауап үшін рахмет. Жалпы қазіргі таңдағы бәсекеге қабілетті мектеп деп қандай мектептерді айтар едіңіз өзіңіз? Бәсекеге қабілетті мектеп деп атау, ол бәсекеге қабілетті кадры бар. Бүгінгі білім бәсекесінде көш жарып тұрған кез келген оқушысымен, бір 5 оқушысымен емес, тұтас мектебіндегі оқушымен мақтана алатындай мектепті айтар едім. Енді елімізде мықты мектептер жоқ емес, бар. Өкінішке орай, нашар мектепте көп. Иә, әрине, оны толықтай келісем. Жалпы қазір білесіз ғой, технологияның дамыған ғасыры. Енді өзіңізге белгілі жасанды интеллект немесе цифрлы технология дәуірінде ұлттық құндылықты қалай сақтап қалсақ болады? Ұлттық құндылықты біз ұлттық мазмұн арқылы сақтап қалуымыз керек. Ол білім беру мазмұнында көрініс табу керек, тәрбие жүйесінде көрініс табу керек. Ол білімнің мазмұнына тәрбие сіңіріле беру керек. Сол кезде ғана біз ұлттық құндылықты, ұлттық дәстүрді сақтап қаламыз. Біз қазір өкінішке орай ұлттық дәстүр, ұлттық құндылық дегенде бір ұлттық киіммен бір шапан жамыла салумен немесе бір домбырамен ұстай салып суретке түсумен немесе туды жамылып түсумен шатыстырып алған сияқтымыз. Ұлттық құндылық деген ол адамның әрекетінен, қимылынан, үлкенге құрметінен, кішіге ізетінен басталатын үлкен дүние. Демек, ұлттық құндылықты жалпы жүрек пен санаға қатар сіңіруіміз керек дейсіз ғой, дұрыс. Әр тақырып, әр сабақ соған жұмыс жасау керек. Өте керемет. Аятжан мырза, енді сізге қызықты білетін сұрақтар болсын. Кішкене өзіңізге қатысты дейік. Енді жаңа айта кеттіңіз ғой, подкаст басында бала арманым ұстаз болу деп. Одан басқа қандай бала армандарыңыз болды? Жазушы болу деген арманым болды, ақын болу деген арманым болды. Қаламға жақынсыз ғой демек. Енді бұған дейін 2 өлеңдер жинағым жарыққа шықты, кітаптарым жарыққа шықты деген сияқты. Енді қоғамда да енді білім саласының өзінде 100-ден астам публицистикалық ғылыми зерттеу мақаласын жазған адам ретінде енді қаламға жақынмын, алыс емеспін. Өте керемет. Демек, бала арманыңыздың бірі ол ұстаздықтан бөлек жазушы болу болды, иә? Жарайды, түсінікті. Енді дәл қазіргі таңда осы бір жаңа технология дамыған ғасырда сіз оқушы болсаңыз, қай пәннен қиналар едіңіз? Мен енді табиғатым тілге жоқ адаммын. Мектепте оқып жүрген кезде де қазақ тілінен өзге тілдерді қатырмаған адаммын. Енді қатырмағанда, енді қатты басқа сабағым, енді мектепті үздік бітірсем де ең көп неғаным тілдер еді. Енді қазірде мен енді қазақ тілінен басқа тілде еркін сөйлейтін қазақ емеспін, және тіпті керек емес деп қарайтын қасаң қағидадағы адаммын. Өйткені қазіргі таңда кез келген дүниені
тікелей де аударма жасап алуға болады кез келген дүниеде. Қазір адамды тіл қинамайды деп ойлаймын. Иә. Қазіргіде оқысаң сол тілден қиналатын шығармын, қиналсам. Ұлтжанды деген атауға бірден бір себепкер адам екенсіз, көрініп тұр. Ұлтжанды деген сөздің өзіне мен қарсы адаммын. Мен ұлтшылмын. Мгм. Ұлтжанды деген жасанды сөз жалпы. Қатын жанды, ит жанды деген сияқты сөздерден шыққан дүние ғой. Кәдімгі қазақтың бір ұлтшыл азаматымын. Өте керемет. Жалпы қазіргі таңда ұстаз болмасаңыз, журналист болар ма едіңіз? Немесе жазушы? Кім болар еді? Қазақ айтады ғой, адамның басы Алланың добы деп. Иә. Сондықтан Алланың добы қалай Алла бұйырса, дәм тарса сол жаққа кетеміз. Бірақ қазіргі таңда осы ұстаздық Қазіргі саласында таңда өз тастап кеткім қалауыңызбен келмейді. жүрсіз ғой. Өте керемет, ағай. Жалпы сізбен болған әңгіме барысында біз ұстаздықтың ұлы тұлға екенін қайта бір сезінгендей болдық. Өте керемет бір шабыт берді. Енді адамға ең қымбат бұл уақыт дейді ғой. Уақытыңызды бөліп, жұмысыңызды ысырып қойып, осында сұхбат берген үшін сізге көп-көп рахмет. Алғаш жоқ. Енді бір осы көріп отқан тыңдармандарға бір жылы лебізіңіз болса? Кім Ахмет Байтұрсынов айтады, елді түземекті ең алдымен жастарға білім беру ісін түземектен бастамақ керек. Егер жастар дұрыс білім алмай, дұрыс тәрбие алмаса, ел ешқашан түзелмейді дейді. Тура сол сияқты елдің мәселесінде ең маңызды мәселе ол білім саласы, білім беру мәселесі. Сондықтан кез келген адам ата-ана ретінде, мұғалім ретінде, қоғамның бір бөлшегі ретінде білім саласына немқұрайлы қарамаса, бәрі білім саласында жобаларды дамыту, білім саласына қолдау көрсету, енді әркім қолынан келгенше білімге қызмет етсе, елдің ертеңі мықты болады деп ойлаймын. Өйткені біліммен дамыған ел кеше екінші дүниежүзілік соғыста жоқ болып кеткен Жапония мен Германияның өзі 70 жылда сол өзін жеңген жұрттардың алдына қалай өтіп кеткенін өмір көрсетті, дәлелдеді. Оның бірден бір себебі ғылым мен техника, білім. Сондықтан білім саласына бар күшімізді салайық, білім саласын немқұрайлы қарамаңыздар деп айтқым келеді. Өте керемет, сөзіңізбен толықтай келсем. Жалпы ұстаздық жол бұл өте ауыр жолдың бірі, шыны керек. Осы біздің Қошқымбет ауылындағы жайлы мектептің алғашқы подкастының тұсаукесеріне жалпы келіп қонақ болған үшін сізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта тағы көреміз деп ойлаймыз. Жақсы. Жалпы жұмыстарыңызға сәттілік.